Міне біздің Шыңғырлау ауылында былтырдан бері салынып жоспарланған 19 көшеге жол төсеу жұмыстары жүргізілуде. Біз қоғамдық кеңес тарапынан соны былтырдан бері қадағалаудамыз. Енді биыл бүгінгі күні соңғы мәресіне жетті деп айтуға да болады. Неге десең, біз жолда қадағалап жатыр. Кеше басталған жол міне бүгін салынып жатыр. Соңғы асфальт төсеп жатыр. Бүгінде Астана қаласынан сапа орталығынан жаңағы Орал өзіміздің облыстық сапа орталығынан келіп, жаңағы мамандар келіп жаңа қарап кетті. Біздің былтырғы төселген мына асфальттың астындағы трамбовка деймі, жаңа құмдар, шиыршық, тастар бәрі төселген, сапалы, жақсы деген баға айтып кетті. Енді бүгінгі істеліп жатырған жұмысты да көріп, өз көздерімен бізбен бірге жүріп қадағалап кетті. Бірақ ертең 3 күннен кейін мына жаңағы жол асфальты қатқаннан кейін тағы да экспертиза жіберіп тексертеміз дедік. Керн деймі, сол әр километрге 3 жерден тексертеміз деп. Бүгінгі Шыңғырлау ауданы 19 көше бойынша соңғы этапы асфальт жамылғысын төсеу бойынша жұмыстар басталды. Бұл жұмыстарға қазіргі уақытта бір автоукладчик және 2 каток және 10 шақты КАМАЗ қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарды осы айдың аяғына дейін бітіру жоспарда бар.